Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін ерекше лайфхактармен бөліскім келіп тұр. Үйімізде осындай қатып қалған, желінбей қалған ақсай нандарымыз болса, немесе лепешка нандар болса, осылай кесіп духовкаға пісіріп сухарики жасайтын боламыз. Бұны мен балдарға кириешки деп беремін. Олар жақсы көріп жейді. Магазиннен сатып алмай, зато домашний осындайға үйретсеңіздер, магазиндікін жемейтін болады. 4 бұрышты кубик етіп осылай турап духовканың противеніне салып аласыз. 15-20 минутта қызарып шыға келеді. Немесе ұзынша соломка етіп турасаңыздар да болады. Сорпа, жаңағыдай, особенно чечевичный суп істеген күндері тамаққа араластырып, сорпаға салып, балалар тез жеп қояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Кәмшат. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.